Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Педагогика бойынша тест сұрақтарын талдауды бастаймыз. Осы сұраққа назар аударайық. Топтық жұмыста әркімнің идеясы пайдалы деп саналғанымен мұқият бағалау жүргізілетін әңгіменің түрі. Бұл қандай әңгіме деген сұрақтар келген жағдайда әңгіме дебат, кумулятивтік әңгіме, зерттеушілік әңгіме деп, осының зерттеушілік әңгіме деп осылай жай ғана жаттап жүретін болсаңыздар, онда сұрақ түрленген кезде біз шатасуымыз мүмкін. Сондықтан не істеу керек? Ол үшін әңгіме дебат, кумулятивтік әңгіме, зерттеушілік әңгіме дегеннің не екенін тереңірек білу қажет. Олай болса, әңгімелесудің 3 түрі бар екен, осыған назар аударайық. Яғни бірінші түрі әңгіме дебат, екінші кумулятивтік әңгіме, зерттеушілік әңгіме. Бұл әңгіме түрлері. Тереңірек тоқталайық. Әңгіме дебат, яғни бұл қандай әңгіме? Бұл жерде мысалы екі жақ дебат пікірсайысы өздеріңізге белгілі. Дәл сол жерде жақтаушы, даттаушы деген болады ғой. Жақтаушы өзінің идеясын жақтап кетеді, даттаушы өзінің идеясын, бір идея берілсе, жақтаушы жақтап кетеді, даттаушы даттап кетеді. Мысалы, бұл жерде бірақ қорытындыда әркім өз пікірінде қалады, өз пікірін қолдайды. Мысалы, бұл жерде ой пікірлерде үлкен алшақтық болады. Яғни жақтаушы жақ пен даттаушы жақтың пікірлері алшақ болады бір-бірінен. Ресурстарды біріктіруге бағытталған аздаған талпыныс болады. Кішкене ортақ шешімге келуге бағытталғанмен, бірақ әрқайсысы өзінің жаңағы идеясын дәлелдеп шығады. Қарым-қатынас көбіне я, бұл солай, жоқ, олай емес деген сияқты бағытта жүзеге асады. Әңгіме дебат, яғни сұрақтар осы жерде ой пікірлерде үлкен алшақтық болатын әңгіме түрі деп келуі мүмкін. Ол әрине әңгіме дебат. Немесе ресурстарды біріктіруге бағытталған аздаған талпыныс болады деген әңгіме қай түрі десе, бұл да әңгіме дебат түрі. Немесе қарым-қатынас көбіне я, бұл солай, жоқ, олай емес деген бағытта жүргізіледі. Қандай әңгіме түрі деген кезде, яғни бұл да әңгіме дебат екенін білуіміз керек. Әңгіме дебат бір сөзбен айтқан кезде әркім өз пікірін қолдап шығады. Ал екінші кумулятивтік әңгіме деген не? Бұл кумулятивтік әңгіме екі жақ, яғни бұл жерде кез келген шешімге келісе береді. Қандай ортақ жаңағы пікір айтылса, екі жақта кез келген жаңағы қатысушы осы әңгімеге келіседі. Айтылған пікірге тыңдаушылардың әрқайсысы механикалық түрде келісе береді. Ол ішкі қалауы болсын, болмасын, механикалық түрде келіседі. Әңгіме білім алу мақсатында жүргізілгенмен, оған қатысушылардың өздері ұсынған қандай да болсын идеяларды төзімділікпен тыңдайды. Идея қайталанады, бірақ үнемі бағалана бермейді. Бұл жерде кез келген шешімге келісе береді. Ол дұрыс болсын, ол бұрыс болсын, сондықтан бұл үнемі бағалана бермейді. Енді осы жерде қандай сұрақтар сіздерге келуі мүмкін? Міне айталық, осылай келуі мүмкін. Айтылған пікірлерге тыңдаушылардың әрқайсысы механикалық түрде келісе беретін әңгіменің қай түрі? Яғни бұл кумулятивтік әңгіме. Немесе осылай алып келеді, түрлендіре береді. Әңгіме білім алу мақсатында жүргізілгенмен, оған қатысушылардың өзгелер ұсынған қандай да болсын идеяларды төзімділікпен тыңдайды. Яғни әркім өзінің ойын айтпайды, сонымен келісе береді. Қандай да пікір берілсе, соған келісіп, яғни бұл үнемі бағалана бермейді. Яғни дұрыс бұрыстығын нақты әркім өзінің идеясын қорғап шыға алмайды.
бұл жерде бұл кумулятивтік әңгіме болып есептеледі. Енді зерттеушілік әңгіме. Бұл қандай әңгіме? Зерттеушілік әңгіме бұл енді екі жақ, ол даттаушы болсын, ол жақтаушы болсын, бірақ қайсысы дұрыс, соны зерттеп, дәлелдеп бір нақты шешімге келеді. Дұрыс шешім табылады бұл жерде. Әркім ақылға қонымды мәлімет ұсынады бұл жерде. Әркімнің идеясы мұқият бағаланады. Міне, әркімнің идеясы мұқият бағаланады. Қатысушылар бір-біріне сұрақ қояды. Яғни өзін жаңағы дұрыс шешімге келу үшін мұқият бір-біріне сұрақ қояды. Айтқандарын дәлелдейді, келісімге жетуге тырысады. Яғни дәлелдеп ортақ тұжырым жасайды бұл жерде. Осын нақты түсініп алсаңыздар, әңгіме дебат ол екі жақ өз пікірінде қалады, талас тартыс болады бұл жерде. Кумулятивтік әңгіме бұл жерде талас тартыс жоқ, келісе береді барлығына. Зерттеушілік әңгімеде бұл жерде нақты дәлелдеп, екі жақ бір ортақ дұрыс шешімге келеді екен. Олай болса, жаңағы сұраққа қайтадан оралайық. Осы жерде ойлаңыздар, топтық жұмысты әркімнің идеясы пайдалы деп саналғанымен, топтық жұмыс жақтаушы болсын, даттаушылардың да идеясы пайдалы, бірақ мұқият бағалау жүргізілетін әңгіме. Яғни, бірақ мұқият бағаланады. Яғни, қайсысы дұрыс, сол шешімге келеді. Бұл әрине зерттеушілік әңгіме. Осылай жаттайтын болсаңыздар, онда ұзақ есте сақталады, және кез келген осы әңгіменің үш түрі түрленіп келген жағдайда да сіздер осы әрбір әңгіме түрін мұқият біліп алсаңыздар, түсініп алсаңыздар, онда кез келген сұраққа тез әрі нақты жауабын табатын боласыздар. Келесі сұраққа жауап беріп көріңіздер өздіктеріңізден. Орта бірлесуден гөрі бәсекеге бағытталған әңгіменің түрі қайсысы? Реттелген әңгіме, рефлексиялық әңгіме, зерттеушілік әңгіме, дебат, кумулятивтік әңгіме қайсысы? Әрине, әңгіме, дебат. Өйткені бұл жерде не бар? Бұл жерде бәсеке бар, бағытталған әңгіменің түрі дебат. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы болса, онда келесі видеоны жіберіп алмас үшін дайындығыңызды жалғастыратын болсаңыз, қоңыраушаны басып өтсеңіз болады. Және бүгінгі видео пайдалы болса, ұнаса, жүрекшені басып қойсаңыз.